бау-бақша баптап, жеміс өсірудің қыр-сырын меңгеруде. Осыдан 10 жыл бұрын 25 гектар жерге бау отырғызған Гүлдер серіктестігі бүгінде мол өнім алып отыр. Мұнда алманың Golden Delicious, Айдарет секілді сұранысқа ие сорттары отырғызылған. Бойы аласа болғанымен алманың бұл сорты өнімді көп береді. Тасымалдауға, сақтауға өте төзімді. Дәруменге де бай. Серіктестік алма бағын баптау үшін биылдан бастап интенсивті жүйеге көшті. Бақтағы ағаштардың барлығы заманауи технология бойынша тамшылатып суғарылады. Ну, развивать, мы хотим сады сажать дальше. Мақсатымыз осы шаруашылықты одан әрі дамыту. Қазірше 25 гектар болғанмен, оны арттыруға жеріміз жеткілікті. Осы жерден әрқайсысы 5 миллион теңгеге 2 құдық қаздырдық. Сол арқылы алмаға су жаңа тәсілмен жіберіледі. Ол үшін мемлекеттен де қолдау зор болды. Жемісті зиянкестерден сақтайтын түрлі тыңайтқыштар да алма ағашына осы әдіспен жіберіледі. Маусымдық кезеңде 50-ден астам ауыл тұрғынын жұмыспен қамтып отырған кәсіпкер бау-бақша көлемін одан әрі ұлғайтуға ниетті. Оған мемлекет тарапынан көрсетілетін көмек те жеткілікті. Гүлбаршын Құланбаева, Самат Сатылғанов, Жамбыл Ньюс.